Біреудің үйіне кірсең, соқыр болып кір, мылқау болып шық деп қазағымыз бекер айтпаған, я? Оны мен не үшін айтып жатырмын? Қазір білетін боласыздар. Ой, міне етіміз де дайын болды. Сен келет деп, келіндерім таңертеңнен бері кухняда қызметте жүр. Наны сәл қалыңдау болған екен, жұқалап жаймадыңдар ма келіндер? Етті кім тұздаған? Етті өзім тұздадым. Сен келет деп, әлдейлеп, тұздап, осы қақтап, сармайдай сақтап отырғам етімді. Бәсе, өте жақсы, тәтті, тұзы жақсы. Келіндер, келіңдер, тамақ жеп алыңдар бізбен отырып. Жей берсін сояқты. Шақырма, өзіміз отырайықшы. Алдында осы кісі үшін ұрсық болған жоқпыз ба? Иә, тыныш отса екен, я арамызға от салмай. Сол ғой. Шайын дұрыстап берейік қазір. Тағы бірдеңе деп жүрер. Осы келіндерің емес бана, тиктокты жарып, видео түсіріп жүрген осылар ғой? Иә, осы ғой, осы екі келінім ғой менің. 8 миллион тиктокта просмотр жинайды, инстаграмға да түседі, видеоға да түседі. Қазір елдің бәрі мені танитын болған. Ана Абысындар сериалындағы енес емессің бе деп елдер суретке түсетін болған мен. Айтпақшы, ана соңғы видеода бар, о бетің деген табақтай ғой. Сеп-семіз болып тұрсың. Есешті сен солай түсірген. Сосын бар ғой, мыналар видео түсіріп, күні-түні бейтіп жүрген кезде балаларың кім қарайды? Нянкалары бар ғой, солар қарайды. Нянкасы бар екен ғой, Біз өзіміз бақтық 5 баланы, ешқандай нянка алған жоқпыз. Ақша құртып не керек? Үйді де жинадық, отты да жақтық, бәрін де істедік. Сонда тек қана видео үшін нянка алып отырады, жетіскен екенсіңдер. Келіндерім менің жас қой, келінсін деп міндеттемеймін. Өссін, дамысын деп оларды жаңағы еркіне қойып, өзім қызымдай көрем оларды. Келін қыздай болмайды, шалабыңды шайқама. Стоп, снято, камера. Достар, осындай адамдар болады ғой. Келіндері тым жақсы, видеолары керемет, наны да тәп-тәпті, няня алса қазір заман талабына сай, бәрі дұрыс. Бірақ бір нәрсені айтайын. Осындай адамдар арамызда жүр. Ондай болмайық. Біреудің жанұясына араласпайық. Біреудің үйіп отырған жанұясын бұзбайық.